Майнкрафт әлемінде шексіз далалар мен биік таулардың арасында кішкентай бір ауыл орналасқан еді. Ауылдың тұрғындары бейбіт өмір сүріп, табиғаттың сыйларынан қуаныш алып, күндерін шаттықпен өткізетін. Бірақ бір күні ауылдың үстін қара бұлттар басып, аспаннан күн сәулелері жоғалды. Күннің шуағы мен жылуы жоқ ауыл қараңғылық пен суыққа тап болды. Бұл қараңғылық жай ғана бұлттардың жиналуы емес еді. Бұл күн сәулесі атты жарық сәулелерін басқаруға қабілетті қаһарманның жоғалып кетуінен туындаған апат еді. Күн сәулесі ауылды қорғайтын, оның аспанын жарқырататын жарықтың қайнар көзі болатын. Бірақ белгісіз күштер күн сәулесін тұтқындап, оны қараңғылықтың құшағына алып кетті. Ауыл тұрғындары үмітсіздікке түсті, бірақ жүректерінде үміт оты сөнбеді. Олар күн сәулесі қайта оралып, ауылды жарықпен толтыратынына сенді. Тұрғындар жиналып, күн сәулесін құтқару үшін еріктілерді іздеуге кірісті. Бірақ бұл тапсырма тек батырлық пен күшті емес, сонымен қатар ақыл мен жүрек тазалығын талап етті. Осы кезде жас батыр, жарық жолдаушысы, өзін ерікті түрде ұсынып, күн сәулесін құтқаруға аттанды. Ол күн сәулесін құтқарып, ауылды қайтадан жарыққа толтыру үшін жолға шықты. Жарық жолдаушысы өз жолында көптеген кедергілер мен сынақтардан өтті. Ол қараңғылықтың орманынан өтті, онда көлеңкелер оны тұтқынға алуға тырысты. Бірақ оның жүрегіндегі жарық бұл қараңғылықты жеңуге көмектесті. Ол таудың шыңына жетті, онда күн сәулесі ұсталып отырған болатын. Бұл жер қараңғылықтың күштерімен қоршалған еді. Жарық жолдаушысы өз жүрегіндегі жарық пен батылдығын жинап, күн сәулесін босатуға кірісті. Оның жарығы қараңғылықты сейілтіп, ауылдың үстінен бұлттарды таратты. Күн сәулесі босатылғаннан кейін, аспан қайтадан жарқырап, ауыл жылумен және жарықпен толды. Ауыл тұрғындары жарық жолдаушысының батырлығына алғыс айтты, ал күн сәулесі ауылды қорғауды жалғастырды. Жарық жолдаушысы ауылдың құрметті қорғаушысы ретінде танылды. Оның жүрегіндегі жарық оны тек ауылды қорғаушы ғана емес, сонымен қатар бүкіл Майнкрафт әлемінің үміт шамына айналдырды. Ауылда бұрынғыдай бейбітшілік орнады, бірақ енді олар біледі. Егер қараңғылық қайта оралатын болса, жарық жолдаушысы мен күн сәулесі оларды қорғауға әрқашан дайын.